Қайырлы күн, балалар. Қалдарың қалай? Сауат ашу негіздері ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы кел танысайық, сөйлеу. Балалар, ең бірінші оқу қызметін бастамас бұрын есте сақтап алайық. Оқу қызметі барысында кеудені көтеріп, дұрыс отыру керек. Орындықта дұрыс отырмаудың салдарынан омыртқа жотасы қисайып, денсаулыққа зиян келеді. Қарындашты дұрыс ұстап үйренейік. Қарындашты 3 саусақпен, бас бармақ, сұқ саусақ, ортаңғы саусақтармен дұрыс ұстаймыз. Ең бірінші балалар, суретке қарайық. Суретте не болып жатыр деп ойлайсың? Балалар бір-бірімен қалай танысты? Сен де өзіңді таныстырып көр. Балалар бір-бірімен танысу барысында сөйлеседі. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Суреттерге қарайық. Балалар не істеп жатыр? Ануар сөзді қалай тыңдады? Ануар сөзді микрофон көмегімен тыңдады. Айгүл мен Әлия бір-бірімен қалай сөйлесті? Айгүл мен Әлия бір-бірімен ымдасып сөйлесті, ишарамен сөйлесті. Балалар бір-бірімен ауызша сөйлесті. Келесі, балалар өз ойын достарына қалай жеткізді? Бірінші, Әлия компьютер көмегімен достарымен жазбаша сөйлесті. Ал екінші Ануар болса, достарына хат жазып, ол да жазбаша сөйлесті. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Өздерің түсінгендей, балалар, бізде ауызша және жазбаша болып сөйлесу екіге бөлінеді екен. Ендеше балалар, бір сергіп алайық. 1, 2, 3 бойға жинап күш. Жаттығуды жасаймыз, шынығуды бастаймыз. Сағаттың тіліндей иіліп оңға бір. Сағаттың тіліндей иіліп солға бір. Алға қарай бір қадам, артқа қарай бір қадам, жоғары төмен қарайық. Орнымызды табайық. Жарайсыңдар, балалар. Осы сергіту сәтін қайталаймыз. Келесі тапсырмаға қарайықшы, балалар. Мына балалардың қимылынан не байқап тұрсыңдар? Бірінші, мектептен шыққан Әлия мен Ануар бір-бірімен ауызша қол бұлғап қоштасты. Екінші суретте балалар бір-бірімен балалар емін жарқын әңгімелесуде. Келесі 5-ші тапсырмаға қарайықшы, балалар. Бұл жерде жазу құралдары берілген. Осы суреттердің арасынан жазу құралдарын тауып, суретін саламыз, немесе өзімізге белгілеп аламыз. Балалар, сендер жазу құралдарын таптыңдар ма? Бірінші, телефон. Жазу құралына жатады ма? Иә, жатады. Келесі, қол. Біз қолдың көмегімен жазу жазамыз. Қарындаш. Қарындашпен біз жазу жазамыз. Бор. Бор арқылы тақтаға жазу жазамыз. Және де қолдың көмегімен құм үстіне де жазуға болады. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен қатар компьютердің перне тақтасы арқылы да біз жазу жаза аламыз. Кітапқа жазу жазбаймыз. Өздерінде жақсы білесіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Сендер өте дұрыс жауап бердіңдер. Сонымен, балалар, сендер маған айтыңдаршы, сөйлеудің қандай түрі бар екен? Ауызша және жазбаша. Сендерге сөйлеудің қай түрі ұнады? Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Ендеше, балалар, оқу қызметі туралы өз көңіл күйіңді осы смайлдардың көмегімен маған салып жібер.
Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады деген ниеттемін. Сіздердің жауаптарыңызды, кері байланыстарыңызды көтемін. Аналарыңыздан, әкелеріңізден көмек сұраңыздар. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.